Анашым, мені Алматыға кастингке шақырып жатыр. Алматыға? Есің дұрыс па? Алматыда сен сияқты аңқау қыздарды не істейтінін білесің бе? Мен өмір бойы осы ауылда қалғым келмейді. Мен ән айтқым келеді. Ән айтып өзіңді асырай алмайсың. Не ауылдан жұмыстап, не байға ти. Мен бәрібір кетемін. Сіз қолдамасаңыз да. Мә, Алматыда адам көп қой. Маған тезірек хостел тауып орналасып алу керек. Проживание 5000 в день. Күніне 5000 теңге. Өте қымбат екен. Бірақ менің басқа амалым жоқ. 5000-ға алған орным осы ма? Мына жерде ұзақ қалуға болмайды. Тезірек ақша тауып басқа үйге көшуім керек. Сұлу қыздар көп екен. Мен өте аламын ба? Қатты қобалжып тұрғаным-ай. Сөзімді ұмытып қалмасам жарар еді. Келесі кім? Кіре беріңіз. Ұятқа қалдым-ау, Алматыға бекер келгенім бе? Енді не болмақ? Анамның жүзіне қалай қараймын? Алло. Сәлем. Мен бүгін болған кастинг продюсермін. Сізге бір ұсынысым бар. Кездесіп сөйлесе аламыз ба? Иә, жарайды. Досым, қалайсың? Мен бүгін бір қыз тауып қойдым. Дайындал. Қандай ұсыныс болды екен? Мүмкін бағым жанып қалар. Барып көрейін. Ұсынысыңызды тыңдауға келдім. Сен қобалжып тұрсың. Бірақ бұл жақсы белгі. Мен сенің көзіңнен потенциал көрдім. Айтыңызшы, сізге менен не керек? Мен сенен ештеңе сұрамаймын. Мен тек сенің өскеніңді қалаймын. Бірақ сен дайын болуың керек. Сонда мен не істеуім керек? Мен сені жұлдыз қыламын. Өзің армандағандай әнші боласың. Қазір қайда тұрып атсың? Хостелде тұрып жатырмын. Сен сияқты қыз хостелде тұрмауы керек. Жүр. Менің саған бір сыйлығым бар. Керемет үй екен. Осы жерде тұра берсең болады. Бірақ менің мұндай үйге төлейтін ақшам жоқ. Ақша жағын уайымдама. Тек бір өтінішімді орындап тұрсаң болды. Ұнады ма? Иә, мұндай жерде тұрамын деп ойламаппын. Бұл уақытша емес. Егер сен дұрыс таңдау жасасаң. Қандай таңдау? Мен сенің бойыңда ерекше бір нәрсе көріп тұрмын. Көп адамда ондай болмайды. Мен саған көмектесе аламын. Бұл индустрияда жолдар әртүрлі. Бірі ұзақ, екіншісі әлдеқайда тез. Мен сені дұрыс бағытқа алып барамын. Арманым алыста жанып тұр, жүрегімде өшпес бір нұр, қоласамда Дауысы қайда расымен ерекше екен. өз жолымды өзім табам. Даусың бар, бірақ саған команда керек. Ертең документтеріңді алып кел. Қандай документ? Жеке куәлік. Келісімшарт жасаймыз. Сенің әніңе тапсырыс түсіп тұр. Бір үлкен қызметте істейтін ағамыздың туған күнінде ән айту керек. Туған күн? Мен сахнада ән айтқым келеді. Бірден сахнаға шыға алмайсың. Барлығы осылай бастайды. Сенің киіп шығатын киіміңді дайындап қойдым. Барып киіп көр. Мен мұндай киіммен өнер көрсете алмаймын. Ұят қой. Ұят ештеңесі жоқ. Бұл жай ғана образ. Сонда да кие алмаймын. Мен бөтен еркектердің алдына мына киіммен шықпаймын. Мен айтсам шығасың. Сен келісім шартқа қол қойып қойдың. Мен не айтам, соны істейсің. Арманым алыста жанып тұр, жүрегімде өшпес бір нұр. Бұлай
Олай әнші болғым келмейді. Продюсерден ақшамды алып, ауылға қайтам. Мен тапсырысты орындадым. Енді гонорарымды бер. Аласың гонорарыңды. Тапсырыс беруші ақшаңды саған жеке берем деді. Сені қонақ үйде күтеді, сол жерге бар. О, Жұлдыз, кел, ішке кір. Мен арыз жазғым келеді. Менің продюсерім мені алдады. Оның досы қонақ үйде маған зорлық көрсетпек болды. Арызыңызды жазып тастап кетіңіз. Ісіңізде қарастырамыз. Алло. Жұлдыз, сенің есің дұрыс па? Неге полицияға барып жүрсің? Қонақ үйде ана танысыңыз маған зорлық көрсетпек болды. Мен енді сізбен жұмыс істегім келмейді. Ақшамды қайтарыңыз. Ақшаңды алғың келсе, айтқанымды істе. Бар болғаны бір түн өткізсең болды. Не айтып тұрсыз? Мен әнімді айттым, соның гонорарын төлеңіз. Сенің әнің кімге керек? Клиент әніңді емес, сенің өзіңді сатып алғысы келеді. Мен ешқашан олай жасамаймын. Ақшамды бермесеңіз, сотқа беремін. Білгеніңді істе. Ақша түгілі таста жоқ саған. Жұлдыз, сен қайдан жүрсің? Жағдай солай болып қалды. Жұлдыз, саған бір кісілер келіп тұр. Шығып сөйлес. Мен продюсерлік компанияның заңгері болам. Сіздің компания алдында қарызыңыз бар. Қандай қарыз? Мен ешкімнен қарыз алмадым. Ән шығаруға, клип түсіруге, тұратын үйіңізге, киімдеріңізге кеткен ақшаның бәрін қайтаруыңыз керек. Маған продюсерім оның бәрі тегін деп айтты ғой. Келісім шартта бәрі жазылған. Сіз қол қойып қойғансыз. Мен келісім шартты толық оқымаған едім. Қысқасы, қарызыңызды 3 күнде қайтарыңыз. Әйтпесе, алаяқ деп үстіңізден арыз жазамыз. Сотталасыз. Сонда қанша ақша қайтаруым керек? 3 күн ішінде 5 миллион теңге қайтаруыңыз керек. Мен 3 күннің ішінде ақшаны қайдан табам? Алло? Сен қыз қалаға кетіп не бүлдіріп жүрсің? Жаңа ғана біреу телефон шалды. Сен біреуге ақша қарыз екенсің ғой. Ақшаны қайтармасаң, ауылдағы үйді тартып аламыз дейді. Кешіріңіз жанашым. Бәрі жақсы болады. Уайымдамеңіз. Олар алаяқтар ғой. Ешкімге сенбеңіз. Солай ма? Сонда да абай бол, қызым. Жарайды, анашым. Қазір сөйлесе алмаймын. Кейін хабарласам. Жұлдыз, что с тобой? Почему ты плачешь? Вот так, тетя Валя. Не знаю, что мне делать. Да, ситуация у тебя нелегкая. Но я думаю, что тебе нужно соглашаться. Что? Вы о чем? Всего одна ночь пройдет, и все. Зато станешь известной певицей, как ты и мечтала. Нет, я так не могу. Я не могу испортить свою честь. Честь? Ха-ха, кому нужна твоя честь?
Через несколько дней ты и твоя мама останетесь на улице. В этом твоя честь. Деньги. Все решают деньги. Шынымен де. Басқа амал жоқ па? Әлде келсе салсам ба екен? Мен ойландым. Сонымен, қандай шешімге келдің? Сізбен кездесуім керек. Онда ертең офисқа кел. Дұрыс шешім қабылдадың деп ойлаймын. Клиент сені әлі күтіп жүр. Жоқ, мен бармаймын. Соттасаңыз соттай беріңіз. Тек анамның үйіне тиіспеңіз. Жарайды, айтқаның болсын. Темір торда біраз жатсаң, өзің ақ жалынып қайта келесің. Күзет, келіңдер. Ербол қызы Жұлдыз, сыртқа шығыңыз, тергеуші сізден жауап алады. Ал Жұлдыз, айта беріңіз. Неге адамдарды алдайсыз? Менің еш кінәм жоқ. Мен келісім шартқа білмей қол қойып қойдым. Егер айыптаушы арызын қайтып алмаса, 5 жылға сотталасыз. 5 жыл? Басқа ешқандай амалы жоқ па? Жалғыз амал айыптаушыға ақшасын қайтарып беру. Немесе айыптаушы арызын қайтып алуы керек. Қалай болды? Ол қызды әбден қорқытып қойдым. Енді сенің айтқаныңның бәрін істейді. Жарайсың. Енді мені Жұлдызбен кездестіріп. Әңгіме былай Жұлдыз. Не маған 1 жыл тегін жұмыс істейсің, не 5 жыл түрмеде отырасың. Түріңе қараш, не болып кеткенсің? Түрмеде жағдайың бұдан қиын болады. Не деген қатыгез адамсың? Менің не жазығым бар? Бұл бизнес. Маған ренжіме. Сенің сұлулығың менің товарым. Өмір сондай. 1 жыл не істеймін мен сонда? Ән айтасың. Мен айтқан жерде өнер көрсетесің. Мен айтқан адаммен уақыт өткізесің. Зато киімің бүтін, тамағың тоқ, тұратын жерің болады. Мен арымды сатамын ба? Жақсы ақша төлесе бәрін сатасың. Уайымдама, 1 жыл тез өтіп кетеді. Одан кейін боссың. Қазір анаңды ойла. 5 жылға сотталсаң, анаңды қайтадан көрмеуің де мүмкін. Ол кісіге кім қарайды? Жарайды, мен келістім. Міне, енді ақылға келдің. Мына қағазға қол қой. Ертең сені босатады. Міне, нағыз сұлулық. Алғашқы клиентің сені қонақ үйде күтіп отыр. Көлік дайын тұр. Қош келдің, Жұлдыз. Қобалжып тұрған шығарсың. Нешесің? Вино? Шампанский? Мен ішімдік ішпеймін. Бірақ сізге құйып берейін. Ербол қызы Жұлдыз, сыртқа шығыңыз. Сізге адвокатыңыз келіп тұр. Мен адвокат жалдаған жоқпын ғой? Сәлем, Жұлдыз. Қалың қалай? Сіз кімсіз? Мен адвокат жалдаған жоқпын. Менің есімім Алина. Мені де осыдан 3 жыл бұрын сенің продюсерің алдап кеткен. Қалай сонда? Мен ол кезде сен секілді аңқау қыз едім. Кастингтен өттің, атақты модель боласың деп алдады. Кейін шетелдік бір байға сатып жіберді. Шетелге? Неткен сұмдық? Қалғанын кейін айтып беремін. Қазір маған сенің көмегің керек. Мен не істей аламын? Ертең саған кездесуге продюсер келеді.
Сен оның айтқанына келісіп түрмеден шығуың керек. Мен оның айтқанына келіскім келмейді. Жұлдыз, екеуміз бірігіп оларды тоқтатуымыз керек. Әйтпесе ол басқа қыздардың түбіне жетеді. Білмеймін, қорқам. Қорықпа. Бастысы түрмеден шығып ал. Одан кейін мен саған көмектесіп отырамын. Жарайды. Қолымнан келгенін жасаймын. Ішке кірген соң, мына дәріні клиенттің тамағына қосып жібер. Дәріні беріп үлгермесем ше? Ол мені бірден төсекке сүйресе қайтемін. Өтірік әңгімеге алдандырып амалын тап. Қорықпа, дәріні ішкен соң ол бірден талып қалады. Алина, кіре бер. Есікті ашып қойдым. Алина? Мені енді көрмеймін деп ойладың ба? Оңбаған. Мынаның сазайын беріңдер. Не керек саған? Мыналарға қой деп айтшы. Маған продюсер жайлы барлық ақпарат керек. Қайда тұрады? Құжаттарды қайда сақтайды? Одан кейін мені жібересіңдер ме? Көреміз. Өтірік айтпайтын болсаң жібереміз. Мені жіберіңдерші. Менің әйелім, бала шағам бар. Отбасың болса да, қыздарға барып жүрсің ба? Оңбаған. Жарайды. Бәрін айтам. Тек тиіспеңдерші. Бәрін айттым ғой. Енді мені жібересіңдер ме? Жібереміз. Бірақ тағы бір нәрсе жасауым керек. Не істеуім керек? Продюсерге хабарласып, бәрі жақсы өтті деп айтасың. Ол Жұлдыздан күдіктенбеу керек. Жарайды. Айтам. Енді әрі қарай не істейміз? Ең алдымен бізге продюсердің құжаттарды қайда сақтайтынын біліп алу керек. Ол құжаттарды қайтесің? Сенімен жасаған келісім шарттың көзін жоймасақ, ол сенің артыңнан қалмайды. Ал мен не істеймін? Продюсерге хабарласып, ауырып қалдым деп бірнеше күн жұмысқа шықпа. Мен сол уақытта құжаттарды табуға тырысамын. Жарайды. Елімізге белгілі продюсердің үйінен өрт шықты. Өрт салдарынан сол үйдегі қызметші әйел ауруханада көз жұмды. Бұл өртті маған жасалған қастандық деп санаймын. Өртті кім ұйымдастырғанын білмеймін. Бірақ кінәлілер анықталып, тиісті жазасын алады. Алина, продюсердің үйін өртеп жіберген сен бе? Иә. Менің басқа амалым қалмады. Мұның не? Біздің кесірімізден жазықсыз адам қайтыс болды ғой. Мен үйде ешкім жоқ деп ойладым. Үйге кіріп құжаттарды іздеп жатқанда қызметші әйел келіп қалды. Мен сені ондай жауыздыққа барады деп ойламадым. Мен сені дұрыс танымаған екенмін. Мені танудың еш керегі жоқ. Өзім-ақ айтамын. Мен продюсердің көзін жою үшін ештеңеден тайынбаймын. Жоқ, бұл дұрыс емес. Менің кесірімнен жазықсыз адамдардың зардап шеккенін қаламаймын. Мен енді саған көмектесе алмаймын. Ал біз ше? Басқа қыздар ше? Жазықсыз емеспіз бе? Ол сенің де, менің де өмірімді құртты. Сонда да бұл дұрыс емес. Қайта маған рахмет айт. Сенің келісім шартыңды таптым. Менің арқамда сен енді бостандықтасың. Шын айтасың ба? Не қуанарымды, не жыларымды білмей тұрмын. Жұлдыз, енді екеуміздің жанымыз бір қайықта. Көп ұзамай продюсер үйді өртеген біз екенімізді білет. Ол екеумізді де аямайды. Соған дайын болуымыз керек. Не істеу керек сонда? Енді продюсермен кездесуші болма. Бізге бәрі тынышталғанша бір жерге жасырына тұру керек. Мен ауылға қайтып кете аламын. Анамның жанына барып, қайтадан тыныш өмір сүремін. Жоқ, ол болмайды. Ол саған бәрібір тыныштық бермейді. Мен оған бәрін түсіндіріп айтамын. Менің ешқандай кінәм жоқ қой. Ақымақсың, Жұлдыз. Оның құрығы ұзын. Ол өте жауыз адам. Бәрібір мен анамды тастап ешқайда кете алмаймын. Жарайды, өзің біл. Бірақ абай бол. Жақында саған хабарласамын. Дайын жүр. Жоқ, енді маған хабарласпа. Болып жатқан жағдайдың бәрін ұмытқым келеді. Мен бар болған әнші болғым келген. Енді екеуміздің жолымыз екі бөлек. Қызым.
Есіңізді жидіңіз ба? Менің анам қайда? Анаңыздың жағдайы бір қалыпты. Мен анаммен кездесе аламын ба? Әзірге жоқ. Ол кісі әлі есін жинамады. Қазір кіруге болмайды. Ештеңе уайымдамаңыз. Қазір сізге өзіңізді күту керек. Ол қызға анасының қайтыс болғанын неге айтпадыңыз? Әзірге ол қыз мұндай жағдайға дайын емес. Денсаулығы жақсарған соң айтамыз. Қалың қалай? Жұлдыз? Бұл сен бе? Оңбаған. Біздің үйімізді өртеп жіберген сен ғой? Өздерің бірінші бастадыңдар. Алина екеуің жағдайды ушықтырып жіберген. Менің еш кінәм жоқ. Бәріне Алина кінәлі. Олай болса маған Алинаны тауып бер. Әйтпесе сені де анаңды да аямаймын. Мен оның қайда екенін білмеймін. Оған хабарласып кездесуге шақыр. Қай жерге шақыру керек екенін мен саған айтам. Мені енді өз шаруаларыңа араластырмаңдар. Сені де, Алинаны да көргім келмейді. Таңдау жасайтын уақыт келді, Жұлдыз. Не менің жағымда боласың, не маған қарсы боласың. Алина, кездесуіміз керек.